Қазақстандық студенттер Еңбек KZ порталы арқылы кәсіптік практикадан өтетін жұмыс орнын таба алады. Платформа іздеуден бастап онлайн тіркеуге дейінгі барлық процесстерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша білім беру ақпараттық жүйесінен порталға студенттер туралы деректер келіп түседі. Платформа автоматты түрде практикадан өту үшін жазбасы бар түйіндеме жобасын жасайды. Содан кейін студент оны өз бетінше толықтырады. Осыдан кейін студент лайықты бос жұмыс орындарға ұсыныс жібере алады немесе жұмыс берушіден шақыру ала алады. Студент практикадан өтетін орнын растағаннан кейін және оқу орны мен жұмыс беруші арасында электронды түрде келісімшарт жасалғаннан кейін практика басталады. Порталдағы жеке кабинетті студент онлайн есеп күнделік жүргізіп, алынған тапсырмалар мен нәтижелерді белгілей алады. Студент практикадан өткеннен кейін жұмыс беруші мінездемені толтырып, студенттің жұмысын бағалайды. Барлық қорытынды құжаттарды Еңбек KZ порталындағы жеке кабинеттен PDF форматында жүктеп алуға болады.